Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай лимон қосылған бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер: 350 грамм ұн, 1 дана жұмыртқа, 150 грамм сары май, 80 грамм шекер, 8 грамм ванильді шекер, 70 грамм қаймақ, 5 грамм қопсытқыш және жарты шай қасық тұз. Ұнды електен өткізіп аламыз. Қопсытқышты саламыз, одан соң тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасында жұмсартылған сары майды салып, қолымызбен крошка жасайтын боламыз. Қаймақтың үстіне шекерді, ванильді шекерді және де жұмыртқаны жарып салып, жақсылап араластырамыз. Крошкамыздың үстіне құйып, жұмсақ қамыр елейміз. Дайын қамырды екіге бөлеміз. Бірін үлкен, екіншісін сәл кішілеу қыламыз. Кішілеу қамырды целлофанға орап, мұздатқышқа салып қатырамыз. Диаметрі 26 см болатын формада пісіремін. Бәліш оңай алыну үшін астына пергамент қағазын саламын. Қамырды форманың ішіне бір келке етіп жайып шығамын. Және де бортиктер жасаймын. Қамырды формаға бір келке етіп орналастырғаннан кейін тоңазытқышқа қалдырамыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 дана мұздатқышта қатырылған лимон, 250 грамм шекер, бұл жерде шекерді лимонның мөлшеріне қарай аласыздар. Және де 2 ас қасық жүгері крахмалы қажет. Лимонды бөліктерге бөліп, дәндерінен тазалаймыз және де ортасындағы ақ пленкасын алып тастаймыз. Блендерге лимонды саламыз. Шекер және крахмалды салып, бір келкі масса болғанша майдалаймыз. Белгілі уақыт өткеннен кейін формадағы қамырымызды алып, үстінен вилкамен тесіп шығамыз. Формадағы қамырдың үстіне начинкамызды құйып, лопаткамен бір келке етіп жаямыз. Қамырды мұздатқыштан алып, начинканың үстіне теркадан өткізіп саламыз. Алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 45 минут пісіретін боламыз. Пештеріңіздің ыңғайына қарай бақылап қойыңыздар. Міне біздің лимон қосылған бәлішіміз пісіп шықты. Бәлішті формасынан толық суығаннан кейін алған дұрыс. Бетіне әсемдік үшін қант ұнтағын себеміз. Біздің лимон қосылған бәлішіміз өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Жұпар иісі енді керемет. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі кездескенше.